Қайырлы күн достар, өте дәмді, керемет, қытырлақ болып шығатын лейс чипсыларын дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картонымызды жуып тазалап алып, суға 20 минут қалдырып қоятын боламыз. 20 минуттан соң картошкаларымызды алып, осылай үкіштен өткізіп шығатын боламыз. Кез келген үкіш барады, тек осылай жұқа болып шықса болғаны. Осылай барлығын өткізіп шығатын боламыз. Осылай өткізіп шығамыз да, содан соң оның бетіне, екінші бетіне де қағаз сүлгісін салып, осылай барлығын құрғақ етіп шығаратын боламыз. Ешқандай да су, дымқыл қалмау керек. Сол кезде біздің чипсыларымыз қытырлақ, керемет болып шығатын болады. Енді оларды осылай зубочисткамызды алып, картошкаларымызды осылай орап шығатын боламыз. Ұзын жағынан ораймыз да, оған зубочисткамызды қадайтын боламыз. Дәл осы видеодағыдай етіп, барлық картошкаларымызды зубочисткаға қадап шығатын боламыз. Неке барлығын біз қадап жасап алдық. Бірінші бөлігі, екінші бөлігінде дәл осылай жасап алатын боламыз. Енді мына жерде ыдысымызды жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң оның үстіне сұйық майымызды қойып, оны да жақсылап қыздырып аламыз да, енді картошкаларымызды осында салатын боламыз. Картошкаларымызды салып аламыз да, жақсылап араластырып тұратын боламыз. Күйіп кетпеуі керек. Оты міндетті түрде барында тұру керек, яғни бар отында тұру керек. Сол кезде жақсы болып шығады. Енді піскен картошкаларымызды басқа бөлек ыдысқа салып аламыз. Сол салатын ыдыстың астына міндетті түрде сүлгімізді төсейміз. Сол кезде ол өзінің майын сорып алатын болады. Енді оның бетіне жаңағы тұзымызды сеуіп шығатын боламыз. Мінекей менің чипсыларым дайын болды. Көріп тұрсаңыздар, мен уже бірнешеуін жеп тастадым. Дәмді болғаны соншалық өзімді ұстай алмай жеп қойдым. Дәмі өте керемет. Қазір сіздерге де қытырлап піскендігін көрсететін боламын. Неден зубочисткадан неге алмады деп ойласаңыздар, оны алып тастасам, қазір ол қытырлап сынып кететін болады. Сол себепті мен алмадым. Дәмі сондай әдемі, дәмді. Ал мынау менің жай ғана орамай жасадым. Мыналарды зубочисткаға орадым ғой. Ал мынаны орамай жай ғана пісіріп ала салдым. Оны да көреміз. Дәмділігі соншалық жей бергім келеді екен. Дүкендегі лейстарға қарағанда әлде қайда пайдалырақ, себебі бұлардың құрамында ешқандай қоспа жоқ. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.